Семья. Члены семьи. Менің отбасым. Моя семья. Отбасы мүшелері. Члены семьи. Ата, Дедушка. әже, Бабушка. әке, Отец. Папа. ана, Мать. Мама. күйеу, Муж. әйел, Жена. Женщина. ұл, Сын. Мальчик. қыз, Дочь. Девушка. Девочка. аға, Старший родной брат. апа, Старшая родная сестра. іні, Младший родной брат. қарындас, Младшая родная сестра. Так употребляют старшие родные братья. сіңілі, Младшая родная сестра. Так употребляют старшие родные сестры. Примеры казахских слов, в которых встречаются только твердые гласные звуки. ата, асан, ұл, қуаныш, қыз, маржан, балалар, бақытжан, махаббат, қарындас, ұлжан, аға, ғалымжан. Саламатсыз ба, апа? Олар ата-ана. Примеры казахских слов, в которых встречаются только мягкие гласные звуки. Әже, әсем, іні, Ілияс, күйеу, өтеген, әйел, әсел, бөпе, үміт. Сәлем, сіңілі. Сәлем бердік, әже. Сіз, әке. Притяжательные окончания. Существительные в единственном числе. Кто? Кім, Что? не. Менің машинам. Моя машина. Менің әжем. Моя бабушка. Сенің балам. Твой ребенок. Сенің әжең. Твоя бабушка. Сіздің балаңыз. Ваш ребенок. Сіздің әжеңіз. Ваша бабушка. Оның апасы. Его сестра. Оның әжесі. Ее бабушка. Притяжательное окончание. Существительные во множественном числе. Кто? Кімдер, Что? нелер. Менің машиналарым. Мои машины. Менің әжелерім. Мои бабушки. Сенің балаларың. Твои дети. Сенің әжелерің. Твои бабушки. Сіздің балаларыңыз. Ваши дети. Сіздің әжелеріңіз. Ваши бабушки. Оның апалары. Его сестры. Оның әжелері. Ее бабушки. Притяжательные окончания. Существительные в единственном числе. Кто? Кім, Что? не. Біздің отбасымыз. Наша семья. Біздің әкеміз. Наш отец. Сендердің балаң. Ваш ребенок. Сендердің әжең. Ваша бабушка. Сіздердің анаңыз. Ваша мать. Сіздердің әкеңіз. Ваш отец. Олардың апасы. Их сестра. Олардың әкесі. Их отец. Притяжательные окончания.
Существительные во множественном числе. Кто, кімдер, что, нелер. Біздің отбасыларымыз, наши семьи, біздің әкелеріміз, наши отцы, сендердің балаларың, ваши дети, сендердің әжелерің, ваши бабушки, сіздердің аналарыңыз, ваши матери, сіздердің әкелеріңіз, ваши отцы, олардың апалары, их сестры, олардың әкелері. их отцы, Менің атам, мой дедушка, менің атам бар, у меня есть дедушка, менің атам жоқ, у меня нет дедушки, менің әжем, моя бабушка, менің әжем бар, у меня есть бабушка, менің әжем жоқ, у меня нет бабушки, менің балаларым, мои дети, менің балаларым бар, у меня есть дети, менің балаларым жоқ, у меня нет детей, менің әйелім, моя жена, менің әйелім бар, у меня есть жена, менің әйелім жоқ, у меня нет жены, сенің ата-анаң, твои родители, сенің ата-анаң бар, у тебя есть родители, сенің ата-анаң жоқ, у тебя нет родителей, сенің әжең, твоя бабушка, сенің әжең бар, у тебя есть бабушка, сенің әжең жоқ, у тебя нет бабушки, сенің балаларың, твои дети, сенің балаларың бар, у тебя есть дети, сенің балаларың жоқ, у тебя нет детей, сенің әйелің, твоя жена, сенің әйелің бар, у тебя есть жена, сенің әйелің жоқ, у тебя нет жены, сіздің анаңыз, ваша мать, сіздің анаңыз бар, у вас есть мать, сіздің анаңыз жоқ, у вас нет матери, сіздің әкеңіз, ваш отец, сіздің әкеңіз бар, у вас есть отец, сіздің әкеңіз жоқ, у вас нет отца, сіздің балаларыңыз, ваши дети, сіздің балаларыңыз бар, у вас есть дети, сіздің балаларыңыз жоқ, у вас нет детей, сіздің әйеліңіз, ваша жена, сіздің әйеліңіз бар, у вас есть жена, сіздің әйеліңіз жоқ, у вас нет жены, оның апасы, его сестра, ее сестра, оның апасы бар, у него есть сестра, у нее есть сестра, оның апасы жоқ, у него нет сестры, у нее нет сестры, оның әкесі, его отец, ее отец, оның әкесі бар, у него есть отец, у нее есть отец, оның әкесі жоқ, у него нет отца, у нее нет отца, оның балалары, его дети, ее дети, оның балалары бар, у него есть дети, у нее есть дети, оның балалары жоқ, у него нет детей, у нее нет детей, оның әйелі, его жена, оның әйелі бар, у него есть жена, оның әйелі жоқ, у него нет жены, біздің отбасымыз, наша семья, біздің отбасымыз бар, у нас есть семья, біздің отбасымыз жоқ, у нас нет семьи, менің атам, мой дедушка, менің атам бар, у меня есть дедушка, менің атам жоқ, у меня нет дедушки, менің әжем, моя бабушка, менің әжем бар, у меня есть бабушка, менің әжем жоқ, у меня нет бабушки,
Менің балаларым. Мои дети. Менің балаларым бар. У меня есть дети. Менің балаларым жоқ. У меня нет детей. Менің әйелім. Моя жена. Менің әйелім бар. У меня есть жена. Менің әйелім жоқ. У меня нет жены. Сенің ата-анаң. Твои родители. Сенің ата-анаң бар. У тебя есть родители. Сенің ата-анаң жоқ. У тебя нет родителей. Сенің әжең. Твоя бабушка. Сенің әжең бар. У тебя есть бабушка. Сенің әжең жоқ. У тебя нет бабушки. Сенің балаларың. Твои дети. Сенің балаларың бар. У тебя есть дети. Сенің балаларың жоқ. У тебя нет детей. Сенің әйелің. Твоя жена. Сенің әйелің бар. У тебя есть жена. Сенің әйелің жоқ. У тебя нет жены. Сіздің анаңыз. Ваша мать. Сіздің анаңыз бар. У вас есть мать. Сіздің анаңыз жоқ. У вас нет матери. Сіздің әкеңіз. Ваш отец. Сіздің әкеңіз бар. У вас есть отец. Сіздің әкеңіз жоқ. У вас нет отца. Сіздің балаларыңыз. Ваши дети. Сіздің балаларыңыз бар. У вас есть дети. Сіздің балаларыңыз жоқ. У вас нет детей. Сіздің әйеліңіз. Ваша жена. Сіздің әйеліңіз бар. У вас есть жена. Сіздің әйеліңіз жоқ. У вас нет жены. Оның апасы. Его сестра. Ее сестра. Оның апасы бар. У него есть сестра. У нее есть сестра. Оның апасы жоқ. У него нет сестры. У нее нет сестры. Оның әкесі. Его отец. Ее отец. Оның әкесі бар. У него есть отец. У нее есть отец. Оның әкесі жоқ. У него нет отца. У нее нет отца. Оның балалары. Его дети. Ее дети. Оның балалары бар. У него есть дети. У нее есть дети. Оның балалары жоқ. У него нет детей. У нее нет детей. Оның әйелі. Его жена. Оның әйелі бар. У него есть жена. Оның әйелі жоқ. У него нет жены. Біздің отбасымыз. Наша семья. Біздің отбасымыз бар. У нас есть семья. Біздің отбасымыз жоқ. У нас нет семьи. Біздің әкеміз. Наш отец. Біздің әкеміз бар. У нас есть отец. Біздің әкеміз жоқ. У нас нет отца. Біздің балаларымыз. Наши дети. Біздің балаларымыз бар. У нас есть дети. Біздің балаларымыз жоқ. У нас нет детей. Біздің әйеліміз. Наши жены. Біздің әйеліміз бар. У нас есть жены. Біздің әйеліміз жоқ. У нас нет жен. Сендердің балаларың. Ваши дети. Сендердің балаларың бар. У вас есть дети. Сендердің балаларың жоқ. У вас нет детей. Сендердің әжелерің. Ваши бабушки. Сендердің әжелерің бар. У вас есть бабушки. Сендердің әжелерің жоқ. У вас нет бабушки. Сіздердің балаларыңыз. Ваши дети. Сіздердің балаларыңыз бар. У вас есть дети. Сіздердің балаларыңыз жоқ. У вас нет детей. Сіздердің әйелдеріңіз. Ваши жены. Сіздердің әйелдеріңіз бар. У вас есть жены. Сіздердің әйелдеріңіз жоқ. У вас нет жен. Олардың балалары. Их дети.
Олардың балалары бар. У них есть дети. Олардың балалары жоқ. У них нет детей. Олардың әйелдері. Их жены. Олардың әйелдері бар. У них есть жены. Олардың әйелдері жоқ. У них нет жен. Олардың анасы. Их мать. Олардың анасы бар. У них есть мать. Олардың анасы жоқ. У них нет матери. Олардың әкесі. Их отец. Олардың әкесі бар. У них есть отец. Олардың әкесі жоқ. У них нет отца. Проверь себя. Выполните задание 1. Выполните письменно задание 2 и задание 3. Письменно выполните задание 4 и задание 5. Устно выполните домашнее задание. Выучите наизусть новые 39 казахских слов и выражений по теме «Семья», «Члены семьи».